Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Мадина. Бүгін біз сіздермен витаминге толы, жаздық, өте дәмді жеміс-жидек салатын дайындайтын боламыз. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен көк алмамызды аламыз. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай майда етпей, ірілеу етіп, 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Осы салатты балаларыңызға жасап берсеңіз де сүйсініп жеп алады. Өте дәмді болып шығады. Бастысы денсаулыққа пайдалы салаттардың бірі. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Менің арнамнан көптеген жеңіл дайындалатын тегін мастер-класстар, өте керемет рецепттерді таба аласыздар. Келесі кезекте қызыл алмамызды алып, оны да кубиктап турап шығатын боламыз. Қызыл, сары, жасыл алманы араластырып қоса берсеңіздер де болады. Өте әдемі рең беретін болады. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай барлығын турап алып, бір ыдысымызға салып дайындаймыз. Келесі кезекте 1-2 дана кивиіміздің сыртын ашып, оны да дәл солай турап алатын боламыз. Бұл жеміс-жидек салатына өзіңіз қалаған кез келген жемістерді қоса берсеңіздер болады. Қалауыңыз бойынша банан, ананас, тағы да басқа жеміс-жидектерді қосқан сайын бұл салат өте дәмді болып шығады. Әдемі көрік беру үшін апельсиннің бір данасын қосып жібердім. Осылай бөліктерге бөліп алып, бұл жемісті де қосамыз. Ыдысымызға барлық жемістерімізді турап салып, үстінен йогурт қосатын боламыз. Қалауыңыз бойынша мен құлпынайлы йогуртты қолдандым. Жақсылап қасықтың көмегімен араластырып алатын боламыз. Осымен біздің жеміс-жидек салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жазға қарай өте дәмді, керемет желінетін тағамдардың бірі. Дайын болған салатымызды ыдысымызға салып, қалауыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мен апельсинді бір шетіне турап қойып осылай сәндедім. Сіздер қалауларыңыз бойынша құлпынаймен немесе сәндемей ғана тек өзін салып жіберсеңіздер де болады. Бетіне құлпынай сиропынан құйдым. Өте әдемі көрік береді, әрі дәмі ерекше болып шығады. Осымен біздің салатымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сарыңыз дәмді болсын, сіздермен болған Мадина.